Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге бұқтырылып пісірген, яғни пакетке салып бұқтырылып пісірілген көкөністердің рецептімен бөлісемін. Бұл көкөністер өте пайдалы, жаңағыдай майлы, ащы жемейтін адамдарға өте пайдалы тағам. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып, өз пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар. Алдымен осындай етті алдым, яғни мен жас малдың еті болғаны дұрыс, өйткені пакетте пісірілетін болғандықтан жаңағыдай тез пісу керек. Болмаса тауық етін алуға да болады, ол да жылдам піседі, тауық еті. Сондықтан болса тауық етін алған дұрыс. Осы еттің бәрін мен сүйекті де салдым, не қылып турадым. Яғни шағын-шағын қылып тураған дұрыс, яғни пісу үшін, жылдам пісу үшін шағын-шағын қылып турап салдым, яғни кішкене-кішкене болған дұрыс деп ойлаймын. Бәрін турап алдым етімнің. Одан кейін көкөністерді турай бастаймыз. Яғни мен картоп алдым, жаңағыдай тәтті бұрыш, жуа, баклажан, помидор барлығын алып, шағын-шағын қылып турап, пакетке салып бұқтырып пісіреміз. Картоптарды қатты майда қылмадым, төртке бөлдім де тек солай жаңағыдай пісірдім. Өйткені картоп деген жылдам піседі, сол үшін оны төртке бөлдім де ғана тастадым. Мінекей осындай қылып төртке бөлдім. Картопты қатты майдалаудың қажет жоқ. Одан кейін осындай тәтті бұрышымызды алып, яғни сладкий перецті алып, бұны да осылай қатты прямо майдалаған жоқпын. Енді ыңғайлы болу үшін жеуге дедім қатты майдаламадым. Мінекей. Және жуанды да қосамыз, қызанақты, помидорды да қосамыз. Енді ірілеу қылып турап ойладым да, басында осындай үлкен-үлкен қылайыншы дедім. Содан кейін жеуге келген кезде ыңғайсыз болып қалар дедім де, қайтадан орталарынан бір-бір бөлдім. Негізі бөлмей қоюға да болады. Піскен кезде бұлар өте жаңағыдай көлемі кішірейіп кетеді. Сол үшін қатты майдалаудың да қажет жоқ екен. Одан кейін сәбізді де бұл енді өте бірден жылдам пісе қоймайды, сәбіз картопқа қарағанда. Сол үшін бұны осылай майдалау қылып салдым. Мінекей майда-майда болып пісірдім. Өйткені жылдам жаңағыдай пакетте бұл жылдам пісе қоймайды. Одан кейін баклажан жылдам пісіп кетеді, білесіздер, тез піседі, өте жұмсақ. Сол үшін бұны да қатты прямо майдалаған жоқпын. Енді шағын-шағын қылып жасадым, бірақ негізі сәл ірілеу болған дұрыс па деп ойлаймын. Пакетте піскен кезде бұл майдалау көрінбей кетеді да. Сол үшін бөліп-бөліп, ортасынан бір бөліп, жаңағыдай 5-6 бөлікке бөліп па қойған дұрыс па деп ойлаймын. Осылай баклажанды да бәрін бөліп алдым. Бәрін осындай қылып тураймыз. Одан кейін жуаны да қатты жаңағыдай, егер ұнамайтын болса, жуаны қоспай қойсаңыздар да болады. Піскеннен кейін көк жуаны бетіне себуге болады. Енді осы жуанды салып жібердім. Одан кейін қызанақты да салған дұрыс, өйткені қызанақтың суы шығып, жаңағыдай сочный болып тұрады деп ойлаймын. Сондықтан қызанақты да саламыз. Одан кейін осындай пакетті алып, тауыққа арналған пакетті аламыз да, яғни тауық пісіруге арналған сол пакетті алып, соның ішіне осы көкөністерімізді саламыз. Қазір енді қолыммен ашылмай жатыр. Осыны ашып алдым, мінекей. Ашып алғаннан кейін осы пакеттің ішіне осы тураған барлық көкөністерімізді, етімізді салып пісіреміз. Яғни бірінші етімізді саламыз, мінекей. Одан кейін жайлап барлық көкөністерді рет-ретімен орналастыра береміз. Етімді салып алдым, жайып саламыз еттің бәрін. Одан кейін біртіндеп қалған көкөністерді пакеттің ішіне орналастыра бастаймыз. Барлық көкөністерімізді осылай салып аламыз, яғни пакетімізге ыңғайлы сыйғанша салсаңыздар болады. Мен мына жерде көп қылып турап қойыппын, сонда да енді қалмасын деп, барлық, яғни көп адам болса осындай көп қылған дұрыс деп ойлаймын. Бұл енді біраз көп болып кетті, ол үшін енді ұзағырақ ұстаймыз деп ойлаймын. Одан кейін осы көкөністерімізге жаңа осы пакеттің ішіндегі, яғни астында тұрған дәмдеу үшін приправасын саламыз бұған. Ішіне араластырып, болмаса бір үлкен ыдысқа салып, барлығын сол ыдыста араластырып алып, сосын салсаңыздар да болады бұған. Мен енді осылай салып жібердім. Сонда да бұл негізі араласып кетеді бәрі дәмдеуіштің.
осылай салып аламыз. Мінекей дәмдеуішті салдым. Одан кейін аузын жаппас бұрын аздап араластырдым. Яғни осылай кішкене араластырып алдым. Өте көп болып кеткендіктен ыңғайсыз болып тұр. Енді сонда да араластырдым. Мінекей пакет жыртылып кетуі мүмкін. Сондықтан не қылған кезде ыңғайлап араластырғанда ыңғайлы қылып араластырып аласыздар. Мінекей осындай қылып шықты, яғни көп болып кеткен екен. Ештеңе қылмас. Енді өзінің зажиммен, яғни аузын байлайтын несімен байлап алып, осыны 180 градуста кемі жарты сағат емес 50 минут па 40-50 минуттай пісірдім. Мен асығыс пісірдім деп ойлаймын. Но бірақ сонда да күшті болып шықты. Мінекей осындай болып шықты біздің көкөністеріміз, керемет болып. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздер де жасап көріңіздер.